Армысыздар, Астана телеарнасын көрермендері, эфирде сырласу және мен Әйгерім Сейфолла. Бүгін бізге студияға небәрі 3 айдың ішінде Қазақстанды, қазақ әнін әлемге мойындатқан әнші Димаш Құдайбергеновтың ата-анасы Қанат және Света Айтбаевтар келді. Қанат, Света, қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Отырыңыздар. Сөйтіңіз мұнда. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңілге жақсы. Сіздер шақырғаннан кейін одан сайын жақсы болды. Кеше ғана Димаш елге оралып жатыр, сондай ілтипатпен, аса құрметпен қарсы алды. Оның көрермендері, мәдениет және спорт министрі бастаған, шенеуніктер бар, жақсы қошемет көрсетіліп жатыр. Кеше кеште ұйымдастырылды, қалай болды? Кеш өздеріңізге ұнады ма? Кеше енді ұшақтан түскеннен кейін сондай тосын сый дайындап қойыпты. Негізі біз одан хабарсыз болғанбыз. Мәдениет министрлігінің бір шараны ұйымдастырып жатқанбыз құлағымыз шалған, бірақ қандай форматта өтетіндігін біз білмедік. Бірақ келгеннен кейін шамалы ыңғайсызданып жатырмыз. Жап-жас ғана бала енді ән айтты, жақсы жетістіктерге жетіп жатқаны бәрі дұрыс шығар. Бірақ қанша дегенмен отбасында біраз үйде қарапайымдылыққа, асқақтамауға балдарды сөйтіп үйреткенбіз. Ол қаншама бірнеше мың адамды жинап қойып, сахнаға баланы шығарып, үлкен құрмет көрсеткенде бір жағынан әрине қуандық, екінші жағынан сәл ұялдық. Бірақ дегенмен барлығы да жақсы өтті. Бүгінде елбасы қабылдады, Димашты? Иә. Бүгінде өте жақсы шара өтті. Ассамблеяның 25 жылдық сессиясы. Сол сессияның алдында елбасы Димашты өзі жеке қабылдады, батасын берді, ең бастысы. Ол кісінің аузынан сондай үлкен батасын алып, жақсы сөздерін естіп шықты. Біз ойлаймыз енді Димашты одан сайын әрі жаңа ғана аяқ басқан осы өнердің әдемі жолы ғой, өнердің қиын жолы деп айтқым келмейді, өнердің әдемі жолына аяқ басып тұр. Мұндай үлкен тұлғадан батасын алғаннан кейін. Бірінші рет пе? Жоқ, бірінші рет деп айтып болмайды. Енді бұл жерде айта кету керек, еліміздің президенті өнерге, спортқа бір жақсы үлес қосып, жетістікке жетіп жүрген жандарға үнемі өзінің ықыласын, шынайы ниетін қатты білдіріп отырады. Енді оның барлығы баспасөз беттерінде жария бола бермейтін болар. Осы сайыстың алдында да бір жақсы кездесуде Димашқа батасын бергенді. Осы Славян базарына барғаннан кейін де көптеген шараларда ол кісі өзінің қырына алып, жақсы тілектерін, үнемі жақсы ниетті істерін жолдап жүреді. Сондықтан да адамды қанаттандыратын, өскелең ұрпаққа шабыт беретін жақсы істер. Мына енді елдің президенті емес, үлкен әке есебінде, үлкен аға есебінде, ата есебінде өсіп келе жатқан баланың үлкен аузы дуалы адамнан жақсы тілек естуі, бата алуы үлкен қанаттандырады. Сондықтан да бүгінгі әдемі шара, жақсы бата беруі, сондай әдемі үрдістің жалғасы болды. Осы бір аптаның көлемінде мен сіздің көбінесе сұхбаттарыңызды көрдім. Біз ойлағымыз, мысалы, Димаш келеді елге, барлық журналистер жан-жақтан оның мазасын алып, бір студияға шауып жүретін шығар, сұхбат алатын шығармыз, қаншама сұрақ бар көкейдегі деп. Оның енді әрине қандай да бір әрбір шараның жалпы енді мынадай үлкен додаға қатысқан кезде бір әртүрлі міндеттемелер болады. Соның үдесі бойынша енді әзір соның бағытында Димаштың сәл интервью беруге рұқсат жоқ, жоқ, мүмкіндік болмай жатыр деп айтуға болады. Әйтпесе қытайлық тараптан рұқсат жоқ екен, келісім шарты бар екен дегенде сөздер естідім. Рұқсатымызды, бас еркімізді беріп қойған ештеңеміз жоқ, бірақ бір міндеттемелеріміз бар. Қай уақытқа дейін ол? Оның бір мерзімі айқындалады. Сосын енді екінші жағынан қазір Димаштың қатысып жатқан шаралар өте көп болып жатыр. Физикалық тұрғыдан үлгере алмайды жатыр. Үйге келіп ұйықтауға қол тимей жатыр. Сондықтан өзі жалпы демала ма? Сол енді сәл қиындау болып тұр. Журналистер қауымы енді өнерді насихаттап, өнерпазды халыққа ұсынатын сіздер ғой. Сондықтан оған бір үлкен түсіністікпен қарайды деген ойдамыз.
амандық болса, Димашты түсінбеген кезде. міндетті түрде жаңағыдай ол бір бермейін дегеннен немесе кездеспейін дегеннен олай жасалып жатқан ештеңесі жоқ. Айтып тұрмын ғой, бір белгілі міндеттемелерменен жаңағыдай уақыттың жоқтығы барлығы бір-біріне себеп болып тұр. Амандық болса, сәл бәрі басылғаннан кейін бір қай нәрседе бір дабырап тұрады да, шамалап бір арнасына түсетін кез болады ғой. Сол кезде енді журналистермен кездесіп, өзінің аузынан жақсы сұхбаттар беретін кезде. Байқаудың кезінде мұндай интервьюларға сұхбат беруге келіспегеннің бір жақсы жағы да болды. Димаш еш нәрсеге алаңдамай, тек қана сол өзінің байқауымен айналысты, орындайтын шығармаларын дайындады. Сондықтан басқа нәрсеге алаңдатпағанымыз өте жақсы өзінің нәтижесін берді деп ойлаймыз. Өйткені мына қытайлық телеарнаның өзінің де жаңағыдай сол шараны ұйымдастырып отырған телекомпанияның да көптеген шаралары бар. Енді ол да міндеттемелерге кіреді. Уақыт тығыз, жалпы енді сайыстың аты мен әншімін деп айқайлап тұрғаннан кейін, сен сахнаға шыққаннан кейін әнші екендігіңді дәлелде. Ол жерде интеллектуалдық тұрғыдан сенің ішкі жан дүниеңді қарайды, саяси тұрғыдағы сен көзқарасыңды халыққа құлағдар етуің керек, сен қандай кітап оқисың, қандай өмір сүресің, жалпы сен қандай адамсың, әншілігің қандай, соның барлығына қатты мән беріледі. Соның барлығы енді телеарнаның тарапынан түсіріліп жатқаннан кейін, күнде әртүрлі шаралар өтіп жатқаннан кейін бір белгілі шектеулер қойылды. Өйткені бір арнаның нәрсесі тәуірірек шыққан, енді кім-кімде ұйымдастырған жақтар қабылдайды ғой, қарайды ғой. Сондықтан енді кейбір адамдарға біз уақытымыздың жоқтығынан, міндеттемелеріміздің аясында сұхбат бере алмай жаттық. Енді оны көпшілігі түсіністікпен. Енді мүлдем қолымыз жетпейтін шығар Димашқа. Себебі өйткені естіп жатырмыз, шет елдерден көптеген ұсыныстар келіп түсіп жатыр екен. Тіпті Францияға кетеді деп, қашан қолымыз жетуі мүмкін? Мысалы, кезінде көптеген әріптестерім сұхбатқа шақырмай, болмаса түрлі шоуларға шақырмай Димашты, мүмкін көзге ілмеген болар. Қазір керісінше болып жатқан сияқты. Димашқа бәрі талпынады, барлығы ұсыныс тастайды, бірақ Әйгерім, әрине, бізде осы орайда айта кеткім келеді, кейбір біздің азаматтарымыз бұрын еленбеп еді, бұрын жаңағы мойындамап еді деген сөздер айтады. Негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені Димаштың өзінің жақсы тыңдармандары болды. Қашанда біздің халқымыз өте үлкен қолдауын білдіріп, осы тілектес болып отырды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығының аясында 25 концерт деген бір жоспарды қойған болатынбыз. Сол Қазақстанның көптеген қалалары, сонымен мына көршілес Ресей мемлекетінің Қазан, Уфа қалаларында 25 концерт ұйымдастырылды. Аты ұмытылмас күн деп. Сол өткен шаралардың барлығында да халық жақсы келді, өздерінің ықыластарын білдірді, әдемі концертті ұйымдастырып өткізіп шықты. Көптеген журналистер де шақырып жатты, көптеген басылымдарға да шығып жатты. Бірақ енді әрбір сайыс сайын, әрбір дода сайын адамның танымалдылығы арта түседі. Бұл тіптен арттырды, сол кезде артты. Сондықтан да Димашты мүмкін бұрын білмеген кісілер бұрын еленбеп еді деген айтатынды содан болар. Мысалға енді жас қанатқа барған кезде белгілі көлемдегі өзінің тыңдармандарын тапты. Одан кейін Украинадағы шығыспаздары сайысына қатысқан кезде оның тыңдармандары арта түсті. Одан кейін Қырғызстанға, Майкен Азияға барды, оның Қырғызстанда да тыңдармандары көбейді. Түркияда бір әдемі шараға қатысты, конкурс емес, онда тыңдармандарын тапты. Берірек келе славян базарына барып бас жүлде алды. Жаңағы Беларусь елінен де көптеген тыңдармандарын тауып, Қазақстанда да жақсы жанкүйерлері көбейе бастады. Сол секілді әрбір дода өткен сайын көбейе береді. Сондықтан да бұрын бағаламап еді, бұрын тыңдамап еді деген сөзге видеоны көрдіңіз бе, әлеуметтік желіде тарап кеткен? Қандай? Димашты сынаған бір отандық телеарналардың бірінде бір бағдарлама болды, музыкалық. Сол кезде мен дейтін енді музыка саласының мамандары Димашқа өзінің ән орындауына байланысты бір сындарын айтқан болады. Көрдім, Сол әлеуметтік желіде кәдімгідей тарады. Соның салсаң, міндетті түрде соңында мыңдаған комментарий қалдырады, пікірлер. Димаш, сен міндетті түрде қазаққа танылуың үшін шетелге кетуің керек пе еді, осындай байқауға баруың керек пе еді, кезінде керек қылмап еді деп бірнеше пікірлер қалдырды. Енді пікірлер әртүрлі адамдардың жанашырлықтан айтқан нәрселер болар.
бірақ енді сайыс қой қай нәрседе, ол телевизиялық шоу. Енді өскелең бала өседі, өскен сайын оның көзқарасы да орнығады, оның шеберлігі де арта түседі. Енді әрине сол кездегі сындардың көпшілігіне мен қосылмас едім, бірақ дегенмен де әркімнің өзінің пікірін айтуға құқысы бар. Хақысы бар. Әрине сайыста жап-жас бала сахнаға шығып тұрған кезде оған сын айтудың бір әдемі бір мәдениетті формалары бар. Жақсы кәсіби сынды біз қашанда шын жүректен қабылдаймыз. Өйткені саралап кәсіби сындар, кейде кәсіби емес сындар болады. Енді оның ішінде бір кәсіби емес сындарда кезіккен болар, бірақ енді дұрысын айтқан кісілер де болды. Сондықтан да оның барлығын біз дұрыс қабылдаймыз. Димаш өзі қалай қабылдайды сынды? Димаштың өзі кәсіби сынды өте жақсы қабылдайды. Бірақ ол енді өзіміздің бала болғасы мақтаған ештеңеміз жоқ. Музыкалық интеллект өте жоғары бала. Сондықтан жаңағыдай кәсіби арнаға сыймайтын сындарға әрине үндемей тыңдауы мүмкін, бірақ оны онша жаңағыдай үйге келгеннен кейін сараптап айтып, мына жерді маған дұрыс айтпаған секілді. Мына жерде мен ол пікірге қосылмаймын деп айтып отырады. Димаштың өзінің қасиеті кез келген қызуғанды емес. Жоқ. Димаш былай жақсы ұстамды, мінезі сабырлы, көп жағдайда тіпті біздің өзімізге кейде жақсы бір басу айтып, бір әдемі ойларын беріп отырады. Бұл жағдайда Димаштың бір жақсы қасиеті, мысалы кез келген концертке қатыссын, болмаса кешегідей үлкен шара болсын, міндетті түрде ол үйге келгеннен кейін ойларыңыз қандай болды деп бізден пікір сұрайды. Және жаңа атап өткендей 20 концерт Қазақстанда, 25 концерт тәуелсіздіктің 25 жылдығына деп, және Қазанда Уфада өткіздік. Соның басым бөлігінде мен өзім жүрдім. Қолдау болды ма? Қалай? Өздеріңіздің бастамаларыңызбен жүзеге асты ма, әлде мемлекет тарапынан? Негізі бұл ойды бізге тастаған Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Машбекұлы болатын. Тәуелсіз мына Димашты тек қана осы бір ғана жерде, бір Ақтөбенің көлемінде болмаса, бір Астананың көлемінде ғана қалмаса, Қазақстанның түпкір-түпкіріне Димаштың өнерін көрсетсек деп сол кісі айтқан. Содан кейін біз ойландық та, ақылдаса келе, тәуелсіздіктің 25 жылдығына кімнің қолынан не келеді, сондай үлесін қосу керек қой. Мүмкін бір керемет бизнесмен, керемет қылып үлкен ғимарат салар, мүмкін басқа біреу мектеп ашар. Біз өнер адамдарының қолынан не келеді? Біздер сол тәуелсіздігімізді паш етіп, жариялап, халықтың алдына кәдімгі қазақта сауын айтады деген ұғым бар ғой. Сондай қылып біз мақтанып көрсетейік деп Димашқа сондай ой тастадық. Ол қуана келісті. Бұл Димашқа үлкен тәжірибе болды. Сол айтайын дегенім, сол концерттің басым бөлігінде өзім жүрдім, папасының қолы тимеді, қызмет бабында болды. Сонда концерт біткеннен кейін отырғызады, алпамыс екеумізді, сосын айтады: тек шындарыңызды айтыңыздар, қалай өтті деп. Біз енді жақсы жағын айтып жатсақ, мен кемшілік тұстарымды айтыңыздар деп айтады. Бірақ әрине бар болған 3-ші курс оқитын студентке, жаңа ғана 20-дан жаңа ғана асқан балаға, біз өзіміз осы салада қанша жыл қызмет жасап жүріп, оның қиындығын білеміз. Қазақстанды аралап, өзінің жеке концертін беру өте үлкен жақсы жұмыс болды деп ойлаймын. Тәжірибе. Бұдан шығатын қорытынды адамға сын айтылу керек. Сын, бірақ жанашырлықпен, сауатты түрде, сындыратындай емес, адамды сағын сындыратындай емес формада жеткізілу керек. Ал енді жаңағыдай баланың кейбір мінезі әртүрлі болады ғой. Бізде Димаштың мінезінің бір жақсы жері, ол алған бетінен қайтпайды. Роза Қуанышқызы да айтып жатыр, Димаш ол Қазақстанда той әншілері ғана көрмесе насихатталады, сондықтан. Енді ол кісі де үлкен жанашырлықпен айтты деп есептейміз. Өйткені той әншілері дегенде бұл жерде мынаны айқындау керек. Мысалға музыканың түрлі саласы бар. Бір классикалық бағыт бар. Тойдың әні ол да міндетті түрде керек. Өйткені адамның, біздің қазақтың өмірінің көпшілік бағыты тойда өтеді. Оның ішінде сапалы тойдың әдемі әні неге болмасқа. Мысалға ұлттық музыка бар. Ұлттық музыканың өзі сан тарауға бөлінеді. Сол секілді әртүрлі бағыт. Енді бірақ тойдың әні болсын, үлкен сахнаның ауқымды әні болсын, классикалық бағыттағы дүние болсын, дәстүрлі дүние болсын, қай нәрседе сапалы.
өте жоғары деңгейде орындалып халыққа баратын болса, ол жалпы біздің музыкалық қазынамызды толықтырады. Осы орайда айта кету керек, мына үлкен еңбектер сіңіріп жүр. Мына Қайрат Нұртас, Ернар Айдар, Төреғали Төрәлі, олардың қай-қайсының да әндері мына біздің қазақтың тілінің дамуына, біздің қазақ рухымыздың өсуіне, өнуіне үлкен себеп әсер етіп отыр деп айтуға болады. Жалпы эстрадаға келіп сахнаға шығып жүрген жандардың көпшілігінің жасап жүрген дүниесі, егер саралап қарайтын болсақ, біздің тіліміздің өркендеуіне әсер етеді. Әрине, оның ішінде де бір сөзде келіспеген, әуенде келіспеген бір дүбәра нәрселер кіріп кетуі мүмкін, бірақ сан бар жерде іріктеліп сапа шығады. Мына қазіргі айтылып жүрген көптеген халықтың жүрегінен орын алған мына ретро әндер бар, біздің қазіргі енді дастарханның басын айтатын көптеген белгілі композиторларымыздың. Солардың сұрыпталған әндері ғана қалды да, ал енді кейде кітап беттерін ашып қарап отырсақ, халықтың жүрегіне жетпеген әндері електен өтпей уақыттың тезінде жылдардың аясында қалып қойды. Сол секілді уақыт өте келе бір жақсы әндер сұрыпталып, жақсы әншілердің аттары халықтың жүрегінде жатталады ғой. Димаш және бұл байқауда ғана жеңіске жетіп қойған жоқ, ол фонограммамен ән айтатындарды жеңді. Өздерінің стильдерін, өздерін таппай жүрген, әндерін таппай жүрген, бағыт-бағдарын әлі айқындай алмай жүрген әншілерді жеңді деп, мен біраз әріптестерім жазды пікірлеріне. Қалай ойлайсыздар? Жалпы қазір халық қалаулылары фонограммамен ән айтуды қою керек, доғару керек деп те ұсынысты тастап жатыр. Бұның екі жағы бар. Жаңағы кейбір адамдардың арасында пікір, фонограммамен айтатын адамдар былай кезде ән айта алмайды деген пікір түбегейлі дұрыс деп айта алмаймын. Өйткені фонограмма дегеннің өзін кезінде ұсынып тауып берген теле арналар. Оны біздің жас кезімізде білеміз. Өйткені эфирге шығып ән айтқан кезде жаңағыдай сіздің фонограммаңыз бар ма, жоқ па деп сұрайтын кездер көп болды. Фонограммасы бар әншілер өте мықты әншілер болып саналатын ол кезде. Өйткені алдын ала дайындалып келіп, енді мына эфирге шығатын нәрсені өйткені жазу қиын, шынын айтқанда, мына бірнеше техникалық бағытта тірі дауысты телеарнаға түсіру. Ол бірақ телевидениеге ғана қатысты. Екінші жағынан фонограмманы қолға жазып алып, емін-еркін кезілген концертте, кезілген ортада айта беру, үрдіске айналып кетіп, әншілер сөзін жаттауды ұмытып кететін кездерде болып тұратын жағдайларға жетіп қалдық. Сондықтан да оның аражігін айқындай білу керек. Өте үлкен көлемді шараларда, немесе телевизиялық бағдарламаларда фонограмма көптеген елдерде қолданылады. Ал бірақ тек қана оған 100% сеніп, көрерменді алдай беруге болмайды ғой, қанша қаржыға билет алады, барады, тынығу үшін, демалу үшін. Халықпен кездескен кезде, халықтың алдында жүздескен кезде, мына адамның энергетикасын сезіну үшін, сол жердегі адамның айтқысы келген ойын эмоционалдық көрінісін жеткізу үшін, әрине микрофонға тірілей айтқан өте жақсы. Ал енді фонограммның екі ұғымы бар. -1 және плюс. Плюс енді адамның дауысын да жазып тастайды. Минус, ол да бәрі фонограмма, адамның дауысы тірі, бірақ сүйемелі жаңа жазылған. Оның аражігін айқындайтын болсақ, заңдық терминдеріне тереңдеп кетіп қаламыз. Ал енді таза оркестрменен, сүйемелмен айту, ол екінің біріне бұйыра бермейтін бақ. Өйткені осы елдің ішінде алған кезде оркестр деген әр облыс орталығында бір-бірден ғана бар шығар. Астанада 2-3 бар. Сізде мысалы 25 концерт өткізген кезде фонограммамен өтті ме? 25 концертте айтқан кезде дауыстар тірі болды, бірақ сүйемелдері әрине біз жазып алдық. Оркестрді жетіп жүру, ертіп жүру дейтін оңай нәрсе емес қой. Сондықтан да жаңағыдай оның аражіктерін айқындау керек. Барлығын бірден жазып тастап, әшейін ауыз қимылдап тұру, енді ол сәл оған енді қазір халық көне қоймайды. Жаңа сіздің айтқаныңызға орай есіме түсіп отыр. 25 концертті қалай берді деп. Димаш пен Қанат екеуі Қытайда болды. Осы жаңағы байқаудың барысында елде мен болдым ғой, әрине. Сондықтан барлық халық
халықтың кішкентай баладан бастап үлкенге дейін барлық ұжымдар, барлығы, соның ішіне мына телеарналар, радиолар өте шынымен ризашылығымды айтам, осы сәтті пайдалана отырып, үлкен қолдау көрсетті. Соның бірі Қазақ радиосы маған қайта-қайта хабарласты. Арасында арнайы өзім бір тікелей эфиріне шығып тұрдым, жалпы байқау туралы. Солар бір күні таңертеңнен кешке дейін Димаштың әндерін береміз деп сондай ұсыныспен маған хабарласты. Сол кезде біздің беретін Димаштың жазылған фонограммалары болған жоқ. Осы радионың өзінің архивінде бір 2-3 әні бар екен, е? Қалғандарын бәрі сүйемел, дауыс жазылмаған. Сіз айтқан сұрақты олар да қойды. Қалай ол Қазақстанның барлығын аралап, жеке концертін берді? Қалай Димаштың фонограммалары жоқ деп? Сол кезде түсіндіріп айттым, Димаш барлық жерде өзінің -1 фонограммасын пайдаланып, дауысының барлығы міндетті түрде ол бірде-бір фонограммаға жазылған дауыспен концертке шығып көрген жоқ. Енді кешеге дейін радио сұрап жатыр. Осындайда радиоға беру үшін, халыққа көбірек интернет арқылы насихаттау үшін сондай фонограммалар жазылу керек. Енді ол жазатын шығарсыздар. Болашақта енді әрине ол жазып, таспа түрінде және интернет желісі арқылы тарату үшін әнді жазу керек. Енді осы байқау Димашқа мысалы үлкен мүмкіндіктерге жол ашты. Ұсыныстар бірінен соң бірі түсіп жатыр. Меценаттардан да хабарласып жатқандар бар, е? Әлеуметтік желі арқылы іздеп Димаштың контактілерін, байланыс телефондарын тауып беріңіздер. Бір үлкен қомақты қаржы, жаңағыдай табыс табатын ұсынысым бар деп. Ол енді өздерінің коммерциялық ұсыныстарын жолдақсы келген адамдар болды ондай, бірақ әзірге ешқайсымен байланысқа түседі. Ешқандай біздің жомарт жандардан, меценаттардан. Негізі, Айгерім, түсіндім ойыңызды. Біз қандай қолдау бар Димашқа? Ешқашан ешкімнен ештеңе сұрап көрген емеспіз. Бірақ шын ниетіменен, өздерінің көңілдерінің ықыласыменен көмегін көрсеткен азаматтар болды. Әлеуметтік желіде басқада менде көзім шалып қалды. Өздерінің әртүрлі коммерциялық бағыттағы ұсыныстарын айтты, бірақ енді олар бізге келмейді, біздің салаға келіңкіремейді. Сондықтан енді ұлттық мүдде деген ұғымда бар. Сосын біздің ұстанған өзіміздің ішкі принциптеріміз де бар. Соған сәйкес келетін болса, болашақта енді оны көруге болады. Енді қытайлық ірі компаниялар жарнамаға түсуге Димашқа ұсыныс тастапты. Енді мына шараның аясында осы сайысқа үлкен қолдау білдіріп отырған үлкен меценат компаниялар бар ғой. Сол кісілер, сол компаниялар жаңағы Димашты, қытайлық компаниялар, тек қана қытайлық емес, жапондық компаниялар Димашты түсіруге сондай құштарлықтарын білдіріп, ұсыныстарын сол телевидение арқылы жүзеге асырған. Ол енді сайыстың аясында өткен дүние. Былай жеке. Енді біз сайысты енді ғана аяқтап жатырмыз, оны болашақта қараймыз. Жаңағы бізге ең бастысы қазір баланың денсаулығы, баланың өнерін шыңдау, оны бірден апарып. Темірді қызған кезінде соқ деп баланың денсаулығын, оның графигін барлығын. Ең қажетті қазір баланың денсаулығы, білімін шыңдауы. Білімін алу керек ол әлі. Әрине, жас бала болғаннан кейін оның өскені керек, оның да ішкі амбициясы бар, басқасы бар. Оның да бір үлкен ер азамат болып, қаржы тауып отбасын асырағысы келетін үлкен ой тілектері бар. Оның барлығы жүзеге аса жатар. Бірақ оның барлығы болашақтың еншісінде өзіміздің ой сараптамамыздан өткізіп, көңілімізге қонған дүниелер жүзеге асырамыз. Қойып кетпейсіздер, бірден қызығып. Жоқ. Енді біздің ондай қызбалық жоқ енді. Енді бірақ бай әншілердің тізіміне енді Димаш, енді той жағаламайды Қазақстанға барып. Димашты біз ешқашан өтіп той жағалатып, ақша табу жолына итермелемегенбіз. Тойға шыға ма жалпы? Студент кезінде бір ағайын тума, айнала шақырған таныстарымыз көп қой. Солардың кәсіби түрде мынау күнім бүгінгі менің күнделігім болса емес. Негізі ондай әрине мына тойға шыққанда сөкет көру дұрыс емес. Енді қазақтың ол сал серілері басқалары барып жүрді. Көптеген азаматтардың тойының көркі болып жүрген азаматтарымыз көп. Жастау кезімізде біз де жақсы әдемі тойлардың шақырған кезде құрметті қонағы болуға тырыстық. Жастау кездеріңізде, қазір шықпайсыздар сіздер. Енді қазір уақытта мүмкіндікте жоқ, сосын енді жастармен көп жағаласа қоюдың да бір реті бола қоймас. Ал енді
мына Димаш жаңағы тойға бару емес, үлкен кәсіби сахнада, сосын жақсы өнер додаларында, әдемі кәсіби концерттерде бой көрсетсе екен дейміз ғой. Оның өзінің ойы да сол. Бұл әлі бастамасы ғана, мен әлі көрсетемін деп жатыр ғой, иә? Енді ол енді жастық амбиция ғой, дұрыс қой. Солай болуы да тиіс, алдыға мақсат қою керек. Енді жаңағын айтып кеттіңіз, Франция елінде үлкен бір шаралар өтуге сонда шақырып жатыр. Қай уақытта? Енді алдымыздағы уақыттың еншісінде, осы мамыр айында орталық телеарнадан Димаштың бір қатысқан үлкен шоу концертін көрсетеді. Бір жақсы өнер адамдармен бірге қатысқан. Лара Фабиан шақыру бар, о кісімен де дуэт айтуы мүмкін деп. Енді ондай да жоспар ойлар бар, біраз байланысқа шықтық. О кісі өзі бір жақсы тілектерін білдіріп, осы сайыста көріп, сондай ықыласын білдіріп жатыр, оған ризамыз. Енді Димаштың концерті өтеді деп жоспарлануда маусым айында, соған дайындық үстінде. Енді ол кісі сонда амандық болса, енді келіп қалады шығар деген енді ойымыз бар, өткені келісім бар. Енді барлық Алланың қолында ғой. Енді денсаулық дұрыс болса, ұшақтар уақытында ұшып тұрса деген сияқты нәрселер ғой. Сондықтан да мына бір тойдың деңгейін сөкет көргеннен басқадан емес. Енді қазір енді оған баруға толық мүмкіндігі де жоқ. Көбірек үлкендеу ауқымды қойып, сол биігірек сахналардан көрінсе екен деген тілекте сондай алдыға мақсаттар қойылды. Сондықтан қазір енді Беларусь елінде үлкен өзінің қатысқан славян базарында құрметті қонақ болып шақырылып отыр. Америкаға жол тартпақ деген ақпараттар. Америкаға да шақырылыстар түсті, бірақ оның барлығын бірдей қабылдаған жоқпыз әлі. Ұсыныстар болды. Корея елдерінде, сонымен қатар мына Малайзияда жақсы бір ұсыныстар бар. Сондай концерттерге барып, біздің Қазақстанның, қазақтың әндері шырқалып тұратын болса, негізі үлкен мақсаттар сондай. Негізі осы байқауға дайындалған кезде жалпы тек бұл ғана байқау емес, жалпы өзіңіз Димашпен жаңа сұхбаттасамыз, сырласамыз, алдын ала барлығын концерттен кейін концертке дейін сөйлесеміз деп отырсыздар ғой. Тек балам қазақ тілінде айт, қазақ тілінде сөйле, ойынды қазақ тілінде жеткіз, сұхбатты қазақ тілінде беру керек міндетті түрде деген бір талаптар қойылды ма, әлде ол Димаштың өз қалауы ма? Орыс тілінсіз ақ қазақ тілінде сөйлеп ақ Димаш. Мысалға енді қараңыз, бізде орыс тілін білмейтін қазақ жоқ. Енді қай-қайсымызда орыс тілінен орыстарға сабақ беретін мүмкіндігіміз бар. Бірақ әркім біздің ана тіліміз қазақ тілі. Мысалға біздің өскен ортамызда өзге түсті өкілдер өте көп болды, бірақ үйде ата-анамыз талап қоятынды. Міндетті түрде ана тілінде сөйлеңдер. Ол басқа адамдар жек көру емес. Енді өзіміздің негізімізді ұмытпауымыз керек қой. Бізде өз кезегімізде үйде енді ата-анамызбен бәріміз бірге тұрамыз. Балалармен тек қана ана тілінде сөйлесіп, қазақ әдебиеттерді оқуға үндеп, сөйтіп отыратынбыз. Қазақ мектебінде оқып. Сондықтан да балаға бірақ бірнеше тілді меңгерген ғой, ағылшын тілі. Тәрбиемен сіңірілген ғой, енді тәрбиемен сіңіріледі. Сондықтан жүрген жерінде жаңағыдай міндетті түрде әрине өзінің ана тілінде сөйлеу керек. Қалай қуандық. Шынымен де қазақша айтып тұр. Барлығы жанталасып, аудармашылар іздеп кеткен шығар, ана жерде. Негізі сол жақтағы қандастарымыз біраз қуанып жатыр. Өйткені қазақшадан қытайшаға, қытайшадан қазақшаға тікелей тәржімаланып тұрды. Солай болуға да тиіс. Осы байқаудың барысында жақсы бір қуанатын жағдай. Хунан ТВ арнасы, үлкен арна ғой бұл байқауды жасаған. Өте керемет жұмыстарының барлығы өте жоғары деңгейде, оны өз көзімізбен көрдік. Димаш осы байқауға қатысқан сәтте 5 қазақтың баласын осы арна жұмысқа алған екен. Себебі Димаштың тілін түсіну керек, қазақша оның айтайын деп тұрған ойын, оның барлық болмысын түсіну үшін қазақ тілді мамандар қажет болған. Сондықтан осы арнаға 5 қазақтың баласы жұмысқа тұрыпты деді. Қалды ма екен әлде Димаш кеткеннен кете ме? Сол кезеңге арнайы кезектестіріп шақырылған ғой. Сондықтан да ол ұйымдастырушыларға да үлкен рахмет. Бұл жердегі біздің әрқайсымыздың мақсатымыз өзіміздің ана тілімізді, өзіміздің болмысымызды, біздің тіліміз басқа жерге қалай естіледі, соны насихаттауымыз керек. Әркімнің жүрегінде бір отанына деген үлкен бір сезім болу керек қой. Тіпті қазақтың аспаптарын зерттеп кетіпті қытайлықтар деп. Ол енді өнерге деген үлкен құштарлық. Біз енді мына
біздің халқымыздың дәстүрін, әдемі әнін басқа елдер ұлттық білсе киімін. екен деген үлкен Міндетті мақсатта туындаған нәрсе. Осы сайыстың бастапқы кезінде сондай мақсатты алға қойған болатынбыз. Енді мына сайыс өткен кезде оған жұмыс жасайтын телевидениенің бекіткен арнайы командасы бар. Сол команданың ұжымдық шешіміменен ән іріктеледі. Біздің де тарапымыздан осындай әндер бар деп бірнеше қазақ әндерін беріп қойғанбыз. Әйтеуір мына 7-ші кезеңде сол қазақша әнімізге келдік. Оған енді іштей өзіміз жақсы шүкіршілік еттік. 7 деген жақсы сан ғой, біріншіден. Қазақтың әнін таңдап алдық. Содан кейін мына біздің болмысымызды көрсін, сал-серілердің киімін көрсін, мына біздің үкі тағатын жаңағыдай еліміздің дәстүрлі әдемі киімдерін халық көріп көзайым болсын деген ойменен осы Димаштың оқу орнына хабарласып, Айман Қожабекқызына ұсынысымызды айтқан кезде бір сөзге келместен олар жаңағыдай сүйемелдейтін ансамбльді жіберді. Сонымен мына Қытайдың Хунан ТВ-сінің оркестріменен біздің ансамбль бірігіп отырып, сол дайдидауды ойнады. Артынан енді қазір қарасақ, Азия елдерінің танымал 100 әнінің рейтингінде алғашқы орындардың қатарында дайдидау тұр қазір. Яғни ұмытылмас күн бірінші орында тұр 3 апта бойына. Шамамен не күттік, сондай нәтижеге жеттік. Димаш ән жаза ма сонда? Иә. Ұмытылмас күн өзінің. Бұрыннан бері ма, әлде қашаннан бері жалпы? Қанша әні бар? Ондай көп емес. Әнде бір жаңағы отыра қалып тапсырыспен жаза салатын бір бетіп көп данада көбейте салатын дүние емес қой ол да. Ол да көңіл күйдің, жақсы бір сезімнің нәтижесі. Димаштың алғашқы туындыларының бірі бұл. Дегенмен мына Димаштың бір 20-ға жуық әуендері бар. Оның барлығын бірақ енді толық пісіріп, жаңағы ақындар сөзін жазып деген сияқты нәрселер жасақтау керек қой. Кейде Димаштың мына көркемім сияқты ойнақы бір екі әндеріне сөзін мен өзім жазып бердім. Ал бірақ кейде сөзін жазғанмен көкейіңе қонбай тұрады. Сонымен қойып қоямыз. Тым жақсы әуендері бар. Бір айтқысы келген үлкен бір глобалдық ой түйіндейтін бір жақсы бір әуендері бар. Соның бір-екі ақындарға сөзін жаздырып көріп едік. Көңілге қонбады. Көңілге қонбаған кезде әуенмен сөздің қабыса қою кейде қиын. Сөз өзінше жақсы болып тұрады, әуен өзінше жақсы болып тұрады. Екеуі бір-біріне қабыспай қалатын кездер болады. Сондай тұрғыда бір өзінің жарыққа шығуын күтіп жатқан дүниелері бар. Димаштың музыкалық өзіндік көзқарасы, музыкалық интеллект деп айтуға да болады. Ол тіпті басқаша. Барлық нәрсеге бірден қатты ұнатып құлай бермейді. Сондықтан бір өзінің жүрегінен өткізіп, көңіліне әбден қондырған дүниелерді ғана сахнаға алып шығады. Жаңағы айтқан ұмытылмас күнде сондай. Оның әуенін өзі жазды. Қанша уақыт пісті ол? Сөзін мына Орал Бассейнгер дейтін ақтөбелік ақын жазды. Бұл жерде айта кету керек, мына продюсерлік деген ұғым бар. Музыкалық продюсерлік және жетекшілік продюсерлік. Бұл жерде музыкалық продюсердің атқаратын жұмысы, мысалға, әнші айтатын әннің бүкіл структурасын, ішкі құрылымын, бағыт-бағдарын айқындап беретін адам музыкалық продюсер. Бұл жерде Димаш оны қажет етпейді. Ол айтатын әннің бүкіл структурасын, жасайтын аранжировкасының бүкіл схемасын өзі сызып, содан кейін мына жерде домбыра тұру керек, мына жерде қобыз, мына жерде мынадай әуен, мына жерде мынадай барабан деп барлық структурасын сызып, өзінің айтқанымен жүргізгісі келеді. Ол бір жағынан дұрыс. Аранжировка жасайтын адамға солай береді, сол бағытта жасайды. Осы бағытта Димаш өзінің музыкалық продюсері, өзі продюсерлік жасайды музыкалық бағытта. Ал енді жетекшілік жұмыс, жалпы ұйымдастыру шараларын жасақтайтын енді жұмыстарын енді қазір Димаштың жолына біраз көмектесейін, басқа алайық деген ойменен өзіміздің Димаш Али дейтін шығармашылық орталығымыз биыл енді 20 жылға толады. Сол жұмысымызды қайтадан жандандырып, сол Димашқа біраз қолдау, көмек көрсетіп жатқан жай бар. Жұмысыңызды, қызметіңізді тастадыңыз. Димаш енді қызмет дегенде әжептәуір шенеунік болдыңыз ғой сіз. Ақтөбе
мәдениетте мәдениет басқармасын басқардыңыз ғой? Негізі мен ешқашанда ондай мансапқа, басқа үлкен қызметке қызыққан адам емеспін. Оның жан дүниемнен бөлек. Бірақ қолдан келмейді деген нәрсе емес. Осы салада 4-5 жыл жұмысты атқардым. Ұсыныс жасағаннан кейін қолымнан келгенше бар септігімді әйтеуір туған өлкеме тигізейін деген ой болды. Өзімнің алдыма қойған мақсаттарым, мұраттарыма бір жақсы бір ішкі өзімнің ойларың болады ғой, жүзеге асса екен деген. Соған қол жеткізген кездерім аз емес. Бірақ енді Димаштың мына жетістікті жолдары әрмен қарай бір кеңейе берсе екен деген ойменен сол жұмыстың барлығын қойып, осы жеке бағытқа ауысқаным рас. Астанаға көшіп келді деп. Ақтөбеде де, Астанада да, қазір енді екі ортада апта сайын былай қатынап тұруға тура келеді. Астанаға бірден көшіп келуге болмай ма? Бәрібір қызметіңізді тастаған екенсіз. Енді бірден көшіп келу үшін де оның Димаш осында тұрады ғой, Димаш ата-әжесімен, осында. не? Енді Димаш оқуға келгеннен кейін біздің ата-анамыздың бауырында өскен бала ғой. Оны бір көрмесе сағынып отырады. Сондықтан ата-анамыз Димаштың қасына келді. Енді оларды көрмесек біз сағынып отырмыз. Ақыры енді барлығымыз бір жерде тұрақтап тұруымыз керек. Ол кісілер апта сайын бізге келеді. Біздер апта сайын мұнда келеміз. Бір реті келген кезде амандық болса енді бір жерге жинақталамыз. Әзірге Астана мен Ақтөбенің ортасын жол қылып жүрміз. Димаштың жеңісінің құрметіне пәтер, баспана, қандай сыйлықтар бар. Жалпы біз спортта бір жетістікке жеткен жандарды жақсы марапаттаймыз, жақсы құрмет көрсетіледі. Қазақстан түкпір-түкпірінде. Димашқа қандай құрмет көрсетіле басталды? Жетістікке жететін кезде, бір сайысқа баратын кезде мен бірдеңе алсам екен, немесе бірдеңеге қол жеткізсем екен деген ыңғаймен бармайды ғой. Біз сондықтан ондайды мақсат етіп қойғанда жоқпыз. Біз негізінен барған кезде бір шараға қатысқаннан кейін бір ұялмай, бір жақсы деңгейлі өнер көрсетсе бала, соған біз қуансақ, мақтансақ, шаттансақ деп қана мақсат қойдық, сол деңгейге жеттік әзірге. Енді Димаштың өнерін әрмен қарай өркендету үшін, оның қалаған жұмысы жасалыну үшін үлкен қаражат керек, кәдімгідей қолдау керек қой. Бар ма, қауқары жете ме оған? Маусымның 27-сінде экспоның аясында концерт өтеді дедік. Енді оған біздің жеке өзіміз жалғыз әрине ондай ауқымды шараны жүзеге асыра алмас еді. Мәдениет министрлігі қолына алып, өздері осы концертті ұйымдастырып жатыр. Біздің алған тапсырмамыз әндерімізді даярлау, шеберлігімізді шыңдау. Халықтан үлкен қолдау көрдік осы жолы. Көшеге шықсам, тіпті жаңағы азық-түлік алайын деп әшейін дүкенге барсам да, бұрыла қалып, тоқтатып тұрып, тілегін айтып жатқан халықтан енді бұрын осындай танымал болып бедіңіздер? Бұрын Ақтөбеде енді өзіміздің Ақтөбеміз ғой, енді онда танылдық. Болдық деп айта алмаймын. Айта кету керек, біздің өмірімізде бізге жақсы адамдар өте көп кездесті. Сондықтан осындай сәтті пайдалана отырып, жалпы бізді жақсы көретін адамдарды, біздің айналамызда бір жақсы орта қалыптастырған жандардың барлығында жақсы көретінімізді айта кеткіміз келеді. Сондықтан енді бұрында жасалып жүрген құрмет қазір енді күннен күнге еселеніп арта түсті. Қазір ол құрмет балаға қарай ауысты. Шынымен өте ризамыз. Димаш туралы әлеуметтік желіде енді қарасаңыз тек ана ашсаңыз болды, Димаштың суреті тұрады, Димашқа арналған тілектер тұрады, Димашқа арналған ақындардың тарапынан жазылған өлеңдер. Әлемнің түкпір-түкпірінен Димаштың жанкүйерлері әндерін жаттап болған шығар. Димаштың суретін салып жатқан суретшілер қаншама. Димашқа арнап ән жазып жатқан. Қытайдағы сыйлықтар келді ме барлығы? Келіп жатыр. Олар енді жаңағы жанкүйерлерінің мәдениеті өзгешелеу, енді әрине салты басқа. Эмоцияларын жасырмай барлығын көрсетіп. Эмоциялар керемет, көшеде көріп қалып, кәдімгідей шын ниетімен, ол тіпті сен ол кісіні танымайсың, посылкамен сыйлықтарын салып жіберіп жатады, әртүрлі жаңағыдай шын ниетімен бір өріп, бір кестеленген суреттеріңіз, әрқайсымыздың жаңағыдай бір әжесімен түскен, қарындасы, інісі, сіздер барлығын, жақсы көреді деген ойдағы бір әртүрлі сыйлықтарын салып жіберіп жатады. Үйдегі кішкентай екі баланың атына қазіргі таңда Англиядан, болмаса Германиядан, Қытайдан
открыткалар, хаттар келеді. Кішкентай сол екі баланың өзіне. Олар қалай қабылдап жатыр? Оларға өте ұнайды, өте қызық көреді олар. Сіздердің сұхбаттарыңызды қарадым, мен бірнеше тілді меңгерген екен, бірнеше үйірмелерге қатысқан екен, барған екен, бар жағынан хабардар, үш балалардың. Үшеуі әлі күнге сол үрдісті жалғастырып келе жатырмыз. Үйдегі қалған екі кішкентай бала, қызымыз енді Назарбаев зияткерлік мектебінде оқиды. Қайта шамалы біздің қолымызды босатты, себебі ол мектептің бағдарламасы басқа. Таңертеңнен кешке дейін үйірмесі де бәрі де соның ішінде. Бұған дейін оны да музыка мектебіне, ағылшын тіліне апарғанбыз. Сахнаға шыға ма? Сахнаға барынша итермелеп едік. Негізі ол баланың сахнаға бейімділігі өте жоғары, дауысы, сол музыкалық қабілеті өте жақсы, бірақ ол сахнаны ұнатпайды. Сондықтан жалпы қай баланың қай салаға бейімділігі бар, соған жіберген дұрыс қой деп ойлаймын. Кішкентайын. Ал мысалға Димаш, ол әннен басқаны әлемдеп қабылдай алмайды. Қай жасынан бастап ән айтты? Ол 2 жасынан бастап ән айтады. 5 жасында алғаш сахнаға шықты. Сосын оны сахнаны өте жақсы көретін сонша, сол кезде біздің концерттерімізге келетін. Міндетті түрде концерттің соңында барлығымыз финалға шыққан кезде, ол залда отырған ата-әжесінің қасынан суырылып шығып, жүгіріп келіп, біздің қасымызға тұратын, сонымен менімен бірге көрерменге бүйтіп қосылып иілетін, соны өте қатты жақсы көретін. Ол ән айтпаса да сол жаңағы процестің өзі ұнайтын оған. Өздеріңіз сахнадан тыс қалып қоймайсыздар ма? Негізгі бағыты сол Димашты алға шепке қойып, соған көмектесу бағытында шыққан дұрыс қой деп ойлаймыз. Бірақ енді менің өзімнің таза мамандығым сахнамен байланысты, сондықтан енді гастрольге шығамын деп жатыр дедіңіз. Иә, бұйырса. Әншілікті енді түбегейлі қойып кету, енді пенсия жасына жеткен жоқпыз ғой. Сондықтан әрине жаңағыдай біздің концертімізді ұйымдастыру керек еді деп бөлек кетіп жүру емес, енді негізгі бағыты сол Димаш жалғастырса, соның шыққан концерттерінде андасында бізде бой көрсетіп қойсақ. Оның арасында депутат екенсіз, де? Мәслихат депутаты екенсіз. Енді қоғамдық жұмыс қой. Мәдени даму комиссиясының мүшесімін. Яғни атының өзі айтып тұрғандай, әртүрлі әлеуметтік жағдайлар, әлеуметтік мәселелер, соның ішінде білімге, денсаулық сақтау, өнер, мәдениетке қатысты мәселелер қаралады. Енді әрине осы салада жұмыс жасағандықтан қолымнан келгенше әйтеуір тырысып жатырмын. Әулеттегі тұңғыш немере болғасын, атам мен әжеме берген солардың бауырында өскемін. Атамның әңгімелерін тыңдап, ертегілерін, аңыздарын тыңдап, мектепке барғанда бірінші класста әдебиетте Керқұлатты Кендебай, Ертөстік, Алпамыс Батыр жырларын мектепте енді оқиын деп жатырмын, мен бұны баяғыдан білемін деп сөйтіп барғанмын. Сондай, сол үрдісті жалғастырдық. Ата-анамен тұрғанның бір жақсы жері, кейде Светаға айтамын ғой мен, бір ренжісуге де ұяласың. Өткен кезде ол кісілердің көңіліне қайда түсіп қалмасын деп, жаңағыдай ештеңеңді білдірмейсің. Ал енді балалар өскен кезде балалардан ұяласың. Сонымен екінші жағынан балалар ата-әжесінің бауырында өскеннен кейін, олар еркін. Біздің Димаш әсіресе ата-әженің мейіріміне әбден бөленіп өскен бала, еркін, емін, сосын ойын тайсалмай тура айтады. Жаңағыдай алға қойған мақсатына жетуге қатты ұмтылады. Сондықтан да көптеген келіндерге айтар едім мен болашақта. Ата-әженің институтынан қашпаңыздар деп. Келін деп жақсы айтып қалдыңыз. Димаштың қызы бар екен деп ақпараттарда шықты, Осы тақырыпқа байланысты журналистерге ренжідім, шынын айту керек. Мысалы, тіпті қыздың аты жөнін жазып, қыздың мүмкін бар болса бар шығар, баламыз бізге оны әкеліп бүйтіп таныстырған еш нәрсесі жоқ. Мүмкін бірге оқитын қыз шығар, мүмкін шынымен жақсы дос шығар, бірақ соны біздің соның ішінде мына қазақы жаңағы ұғымның барлығын түсінетін журналистердің осы қылығы дұрыс болмады деп ойлаймын. Ертең бұл баланың аты шығады, ол деген ыңғайсыз ғой мысалы. Ерболаға ештеңе етпейді, бірақ біреудің үлпілдетіп әлдилеп отырған қыз баласы ғой деп қарайсың ғой. Екеуі ертең қосылмаса мысалы, бүкіл әлемге тарап кетті. Мысалға соны енді
қандай қарым-қатынаста басқа екендігін енді біздің бала қазақы бала ғой, оны жариялап ешкімге ештеңе айтпайды. Мүмкін шынымен жақсы көретін достары шығар, қатар оқитын құрбысы шығар. Үйленем Оны демеймін әйтеуір. жоқ. ол да бір Құдайдың бұйыртқан күні болады ғой. Сондықтан да кім біледі, бірақ Барлығын жалпы Димаш өз шешем. ақылдасып шешеді ғой Ақылдасады енді. Димаш. Ақылдасады, басқа нәрсені. Келін Бірақ керек енді деп сіз айтпайсыз, иә? Жоқ, ол Әзірге әлі өнер, деген, өнер, өнер. әлі кішкентай ғой, кішкентай сияқты бізге. 22-де. 22-де кішкентай Оқуы- емес қой, бірақ дегенмен алға қойған Иә. мақсаттары бар. Бірақ оның барлығы Алланың қалауында ғой. Иә. Жүрек бір күні лүпілдеп махаббатты аңсап тұрса, ештемеге қарамайды, адам үйленеді. Сөйтіп екеуміздің үйленуге деске. Бірақ енді Сөйтіп болады. жаңағы оқуын бітірсе дейміз, жоғары оқу орнында оқып жатыр қазір. Бұған дейін колледжде оқыды Димаш. Жақсы білім алса дейміз. Айтатын әйтеуір міндетті түрде көргенді, білімді, текті жердің қызы Қазақ болған жолықса. Қытайдың қаншама қыздары жылап сықтап Димаштың кәдімгідей шын жанкүйерлер екенін көрсетті, иә? Димашқа Енді- өздерінің сезімдерін білдіріп жатты. Әртүрлі ұлттың өкілдері бір-бірімен жақсы қосылып кететін кезеңдер де болады. Әртүрлі ұлттың өкілдері бірі екіншісін жұтып қоятын кездер де болады. Сондықтан әрине мүмкіндігінше әркім өзінің ұлтының, өзінің тәлім дәстүрінің аясында бір өмір тіршілік кешкен дұрыс қой. Рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет. Сәттіліктер тілейміз. Қадірменді көрермен, біздің сырласуымыз осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше.